Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын бананнан панкейки дайындайтын боламын. Ол үшін ең алдымен банандардың сыртқы қабығын жақсылап тазалап, банандарды яғни жақсылап тұрып, осылай езіп алатын боламын. Айтпақшы, менің каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Осылай жақсылап, яғни толықтай езіп аламын. Оның үстіне жұмыртқа қосып, және де аздап сүт қосып, бір келкі етіп, барлығын араластырамын. Қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Әрі қарай үстіне ұн қосып, жақсылап араластырып, оның үстіне өсімдік майын құямын. Осылай барлығын бір келкі етіп араластырып алғаннан кейін үстіне қант қосамын. Қант қоспасаңыздар да болады, себебі бананның өзі өте тәтті болып дәм беріп тұрады. Әрі қарай пісіріп алатын боламын. Ол үшін табаға аздап май жағып, панкектерді құйып шығамын. Толықтай екі жағын қызартып пісіріп аламын. Сіз де осы рецептпен жасап көріңіз, өте тәтті, бір жасағаннан сәтті шығады. Маған қолдау білдіріп, ұнаса комментарий қалдырыңыз.